Сәлем, біз бүгін көбелектің суретін саламыз. Көбелектің басы және құрсақ бөлімі бар. Бірінші басын саламыз, содан кейін құрсағын саламыз. Көбелектер жер шарында өте көп тараған. Оның 140 мыңдай түрі бар. Ал Қазақстанда 3 мыңнан астам түрі кездеседі. Көбелектің қос қанаты болады. Енді қанаттарын саламыз. Екі жақ қанаты бірдей болу үшін бірінші осылай белгілеп аламыз. Және екінші қанатын саламыз. Ал көбелектің өрнектерін өз қиялың бойынша әртүрлі етіп өрнектерін салуға болады. Мен осылай салдым. Көбелектер түрленіп дамиды. Яғни жұмыртқадан жұлдыз құртқа, одан қуыршаққа, қуыршақтан ересек түрге айналады. Көбелектің басында көздері және иіс, дәм сезу қызметін атқаратын мұртшалары болады. Мынау мұртшалары. Біздің көбелегіміз дайын, енді бояуға кірісеміз. Түстерін өзің қалаған, өзіңе ұнайтын түстерді таңдауға болады. Ал сен көбелектер немен қоректенетінін білесің бе? Көбелектер өсімдіктің гүл шырынымен, жемістердің тәтті нәрімен қоректенеді. Олар ағаш шырынын, шіріген және піскен жемістерді жейді. Көбелектің өрнектерін бояп болдық, ал мен үстіңгі қанаттарын сары түспен бояғым келіп тұр. Ал сен қандай түспен бояйсың? Ал астыңғы қанатын мен ашық күлгін түспен бояймын. Сонымен біздің көбелек дайын. Біздің видеоға лайк басып, тіркеліп және қоңырау белгісін басуды ұмытпа. Бізде күн сайын жаңа видеолар шығып тұрады. Сау бол!